жігіттер қазір жаз келе жатыр енді. Демалатын природа деп айтамын, сондай уақыттар келе жатыр. Мына енді адамдар, көп адамдар көлеңкелеп, әр жерде демала бастайды. Осыған қатысты бізге бір пайдасы тиер деп бір сөз айтып келе жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мына екі лағнеттенген адамнан сақтаныңдар, қорқыңдар. Сөздің мағынасын қараңыз. Лағнеттелген адамдардан қорқыңдар дейді. Кімдер десе, біріншісі адамдар мен жануарлар көлеңкейтін жерге дәрет сындырғандар дейді. Талдың көлеңкесі әр жерге де дәрет сындырғандар, бұлар лағнеттелгендер. Және адамдарға пайдасы тиетін жолдар бар ғой, адамдар қажетіне қолданатын жолдарға дәрет сындырғандар, лағнеттелген дейді. Тағы біреуін қосқан сөз бар, ол суды айтады. Суға да дәрет сындырғандар осыған қатысты. Соны жігіттер біздің айтқымыз келетін. Елімізде де талдар өсіп тұр ма?